тоқтатуға болмайтын сәттер бар. Уақыт өтеді, бірге балалар өседі. Олардың қалай биіктеп бой түзгенін байқамаймыз. Әуелі кішкентай қолын созып, бізге ұмтылады. Кейін сол қолды жіберіп, алғашқы қадамын жасайды. Әрбір қадам, әрбір қозғалыс, әрбір тыныс біз бірге жазып отырған тарих. Бұл қайталанбас, сатып ала алмайтын бақытқа толы өмір кадрлары. Қараңызшы оларға. Бірі сурет салады. Оның әлемінде аспан жасыл, ағаш көк болуы мүмкін. Бірі еш қысылмай билейді. Өйткені музыка оның ішінде әуен болып ойнайды. Бірі робот құрастырады, және ол болашақта жерді құтқаратын күнді армандайды. Ал бірі аулада доп қуып жүр, сол сәтте өзін әлем чемпионы сезінеді. Бұл балалық шақ олардың әрбір қозғалысында, әрбір көзқарасында өмір сүреді. Бұл бақыт, ол дәл қасында. Ол таңғы «Анашым, мен ойандым» деген сөзде. Ол кішкентай саусақтардың сіздің алақаныңызды қысып ұстағанында. Ол бірге өткізген әрбір минутта. Отбасы – бұл жылулық, бұл қолдау, бұл құласаң сені қайта тұрғызатынын білу, бұл өзің болып қала алатын, сонда да сүйетін орта. Бұл сен өзің сенбесең де саған сенетін жанның бар болуы. Шабыт беріңіз, қолдаңыз, олармен бірге күліңіз, қаттырақ құшақтаңыз, жиірек мақтаңыз. Мұның бәрі міндет болғандықтан емес, өйткені бір күні олар өседі. Ал олардың есінде ең бастысы сіздің жанында болғандағы сезім қалады. Балалық шақ көп нәрсе сұрамайды. Ол тек жанында болуды сұрайды. Тыңдауды, сенуді, сүюді. Бұл өте қарапайым, бірақ аса маңызды. Бұл уақытты бағалаңыз. Ол кетеді, бірақ мәңгі сақталады. Жүректерде, естеліктерде, мінездерде. Бақытты балалық шақ кездейсоқтық емес. Бұл таңдау, бұл күн сайынғы мен сенің жаныңдамын. Бұл үлкен махаббаттың кішкентай қадамдары.